Так, короче, мына бүгінгі біздің мына ауылды біздер жаңарту керек. Бүгін осы тұрған моментте кіріспесем, так, мен мына үйді бір ремонттап, осы сат жесем ба деп тұрмын. Өйткені маған бір ақшалар керек болып тұр. Мына үйдің документі барлығы дайын, бірақ мынаған сәл біздерге ремонт керек сияқты ма? Бір жетелге сат жіберем ғой 5-6 миллионға. Так, мынау жетел, мен қорамда не істеп жүр мынау? Не істеп жатыр? Ой, Ренат, қалайсың? Жақсы, мен қойым не істеп отырсың? Мен қойларым қанша 1, 2, 3, 4. Че? Ренатна, қойлары сатшы маған. Сатқанда 4-ақ қой қалған ғой. Қанша қаласың? Так, бір қойың 50 мың болса, бір 200 мыңға берсей. 3 қойды берейін, жоқ, 2 қойды берейін, бірақ 100 мыңға қалғандарын ала бер. Ренат, мен алайыншы. Сендер не? Бір қой кет. Бір қойым шығып кетті онан. Жапсай кергеннен кейін. Че там жетелдер не таласып отырсыңдар? Ренат, керек болып отыр. Үйге қонақтар келіп жатыр еді. Қонақтар ма? Жарайды. Короче, бір қойдан алсаңдаршы, 50 мың бір қойға жетеді ғой. Просто мен 2 қой керек болып тұр да, маған ше тағы қойларды көбейтсем ба деп тұрмын да. Болды онда, расчетпыз. 2 қойды 100 мыңға бер маған. Давай, в общем, екеуің келісіп алыңдаршы, сосын келем мен. Так, мынақта екеуің ақылдасып алыңдар. Қойларымды ұрлап кетпеңдер. Так. Мына үйді бүгін біз ремонттаймыз дедік қой. Мына есіктің алдындағы заттардың барлығын алып тастайықшы, әйтпесе мынау уже біртүрлі сияқты ше, үйдің алдындағы заттар. Так, короче, біздерде мына жеп тастайық. Ит. Қой. Сәл ары барасың ау. Шығып кетпесін алар. 4 қой, өзім 4-ақ қойым бар. Екеуім бір сат жесем 2 қойым қалды ғой. Так, короче, мына үйдің іші біздерде онсыз да тар, сондықтан мына заттар маған керек емес. Так, мына жаққа бір лестница қою керек. Мәна Майнкрафтың менің сәл ағылшынша болғаннан кейін ба, ағылшынша сәл қақпай тұрмын да. Қай заттар қаяқта екенін білмей тұрмын да, достар. Так, мына жақта, в общем, бір лестницаны қоярмын. Так, короче, достар, бәріңіз сәлем, сіздермен бірге бұл мен Ренат, қалайсыңдар, достар, хе-хе-хей. Достар, короче, мен мына языкты орысшаға қойдым, менің видеом басылып кетті, мен оказывается, достар, амандасудың кетпін, достар. Так, мен, в общем, мына жаққа лестница керек, мына жаққа бір лестница қойыншы, пока штоға. Так, осылай бір лестница болады. Мына жаққа бір стеклома қоя салу керек болып тұр, достар, біздерге. Бір заманауи стекло қоймасам, достар. Так, былай. Шешеттеріне стеклолар қойып шығасайық. Достар, короче, менің бүгінгі идеям мына үйді маған сат жіберу керек болып отыр. Өйткені маған, достар, ақша керек болып отыр. Мен өйткені мына үйді ремонттауым керек, ана бөлмелердің барлығын жабу керек маған. Чисто өзім тұратын бір кішігірім ғана үй істеу керек болып отыр, достар. Мен өйткені мына үйді ремонттап жатқаным да сол. Пока менде творческий режим бар кезде, достар, басып қалу керек үстінен. Ескеріңіз бір элитный үй қылайықта бұнша, достар. Вот, қойларды қазір өзімнің үйіме алып кетем, пока что все, на үй пойдет біздерде, да? Ну, нормально. Так, наң орнына бір, осыны қойыншы. Вообще керек емес қой, қойыш. Екені алып тастай салайық. Так, все. Типа, осылай бір элитный болып тұрсын да, достар, бір көзге жағымды вообще. Так, болды, бұл үй бітті деген ойдамын. Грядканың барлығын жинап тастадық. Енді біздер жетелер кәдімгі аулада дофига, ана ауылдан да мен жетелер алып келдім ғой. Ана ауылға вообще басқа жетелер көшіп келді ғой, че-то ше. Ана үйімді мен бірақ сатпаймын. Так, яқта біз жетелдер не істеушісіздер менің үйімде? Ренат, біз кино көріп болдық. Сен телевизор бош екен ғой, қаншаға сатып алғансың? Бұл телевизорды мен 110 мыңға сатып алғанмын ғой, білмейсіңдер ма не? Базар жоқ күштеген. Сендер, давайте кайфовать етіп отыра беріңдер, мынау неғып тұр? Бля, мұнан алды ұмып мен. Так, алдыңғы видеода қалып кеткен нәрсе ғой. Үйдің іші пайди нормально. Алып тастай салайық. Өз комнатама барып келейін. Ана ауылға барып қайту керек, өйткені, достар, біздерде ана ауылда заттарым қалып кетті. Сол 1-2 затымды алып кету керек еді. Ана үйді сатпайтын болдым мен. 2 ауылда да жүре берем деп ойлап отырмын, достар, короче ше. Осы ауыл осы тып-тыныш, өзіме рахат. Бассейнге түсем десең, опа деп бір бассейнге түсіп аласың. Ауласы кең, өте керемет, достар. Так, бұмен тоқталмаймыз, бұмен болды. Енді маған қазір ана ауылға барып қайту керек. Так, по-любому мына ауыл біздерде бөлек болады екен. Нан қараңдар, достар, біз бұрынғы ауылымызға келдік. Мына жақта біздерде
иттің дауысы ойбай қаш ема иттер мә грядканы жинамаған ғой новый адамдар көшіп келгеннен кейін ше бұларға бәрібір сияқты ше. Так мынау әлі тұр ма біздерде? Мәші әлі тұр ғой мынау. Ну ладно, бұны достар біздер бетіп кете салайық. Жоқ кете салайық. Біреу тағы басқаша ойлап қап. Мына біздің ауыл немене бәле кім істеп кетті деп бәле шығарып тағы. Йо-майо. Так сет бір ойбай сет 2 онда. Так сет 2 болды ештеңе көрген жоқ. Таймсетте қойсақ мына ауылда. Так, короче. Мына ауыл Чего? Менің үйімнің айналасында налар неғып тұр? Чё түсінбедім достар мен. Неғыпты басқа жетелер ғой, менің жетелерім емес. Мына есігі неғып ашылмайды? Мен кілті. Так, короче, мына есігімнің кілті қағытқан мына ашылмайды ғой. Біреу. Чего? Не понял, мен үйім. Что-то достар арам ойлар келіп жатыр менің ойыма. Мен үйімді біреу тартып алған жоқ па, Бұл үйдің документі жоқ қой менде. Ашындашы мен. Мына жетелдер, жетел. Қалай? Сен кімсің? Мен осы ауылдың бұрынғы мерімін, короче. Бұл осы ауылда тұрып кеткем ғой. Мына үйдің кілті қаяқта есік алдына қойып кетіп едім. Мен қаяқтан білем, шаруам жоқ. Ары ойнашы. Мына немене бәле? Так, ебағаны грядканың барлығы өсіп кеткен. Мына ауыл полный бардак болып тұр ғой. Не болған мына ауылға? Жетелдер, қалайсыңдар? Сен кімсің? Мен осы ауылдың бұрынғы егесімін. Атым Ринат. Мына үйдің кілті тұрған еді, қаяқ кетіп қалған білмейсіңдер ма? Бұл үйдің өзінің егесі бар. Кет бар. В смысле, мен бұл үйді ешкімге сатқан да жоқпын ғой, әлі менің үйім бұл жынымаш. Территориясы бәрі документ бар. Документ болса көрсет шал. Документ дейсің ба? Бұл үйдің документі жоқ қой менде. Мен не істесем болады? Короче, мен өзім таныстырсам, менің атым Ринат. Осы ауылдың бұрынғы тұрғынымын. Негізі келіп тұрам. Осы ауылдың тұрғынымын ғой, бір 2 аулада жүре берем, короче ше. Нема сендер бұл үйдің егесін білмейсіңдер ма? Бұл үйдің бір полиция тұрады. Қазір жоқ ол ауылда. Дану, полициясы несе? Мен заңмен жеңе алмаймын ол полицияны по-любому, Ема, достар, мына үйді не істесем болады? Менен есігінде аша алмай тұрмын онаң. Достар, ақылдарын айтыңдаршы, достар, не істесем болады мына үйді? Үйімде айырылып қалмасам болды, ақыры. Мына үй маған ыстық, достар, мен басын сатам деп ойлағам, бірақ ана барып мен что-то желание қалды. 2 ауылға барып кезек жүріп жүре бермеймін ба мына? Мына үйімді сатқым келмейді да, просто ше, достар, мен. Мына кроватым, мына жақта ноутбугым тұрады, кімнің есінде? Кімнің есінде? Бәрілердің есінде шығар, достар, просто мына ауылда өзім кеткенмен бірақ күн болды, мына уже кесіп басынып алған мына ауылды, прикиньте. Сендер қазір ғана кеп алып, сен үйтіп мен басынбаңдар, мен бұл ауылда білесің бе, туылғаннан бері бармын. Сен қашандан келсең де маған бәрібір түсіндің ба? Конкретно бұл біздің ауылымыз енді. В смысле, сендердің ауылдарың келгендерің кеше ғана? Бұларды сөзбен де жеңе алмаймын мен қазір, Ана полицияның келгенін күтейік онда. Мына үйдің егізі келгенше білейін не істесем болады, мына грядка, қанша дегенмен өзімнің бұрынғы ауылым ғой, мына грядкаларын тазалап беріңші хотя бы ше. Сендер өздерің ауылдан келген мына грядкаларын сәл қарап қойсаңдаршы, бұл ауылда грядкасыз күн көре алмайсыңдар сендер никак. Бұл ауылды күн көрсе осы грядка ғана ғой, бәрі осымен күн көреді. Мен дұрыс жағынан түсіндір, жігіттер, конкретно бұл менің де ауылым негізі. Сендер кеше ғана келіп үйтіп маған әңгіме айтпаңдар, түсіндір ме? Мыналар қуады. Оппаны. Мына менің үйімнің егесі емес конкретно, менің үйімді тартып алған адам келіп тұр. Так, қазір көрейік достар. Так. Мына грядканы бірінші жинап тастайын. Что-то достар қорқып тұрмын. Бұл үйдің менде документі жоқ. Документі болған менде ше. Просто документ жоғалған мен. Ертең білейін қалай не істесем болады. Так, короче, так, ассалаумағалейкум. Сіз кімсіз? Сен кімсің? Мен осы үйдің егесімін. Қуа бермеші, бұл үйдің егесі мен. Егесі болғанда, братан, менің, мына алып тастаңыз айш. Менің үйім ғой бұл кәдімгі. Кеткенім кеше ғана болды. Кеткенім кеше ғана, түсінтісіз ба? Кеткен адамсың ғой, сен не алдысың маған? Кеткенде, просто менің үйім ғой бұл. Ана басқа ауылда да бар, мына менің үйім, 2 ауылда да бар, короче, үйім. Кән документі көрсет жал. Документ болғанда документім жоқ. Ютубтан видеоларым қарасаңыз болады. Осы үйде кәдімгі көп видео түсірумен 2 жылдан асты ғой. Сен бұрын тұрсаң мақұл ғой. Бұл үйдің документі менде бар ал, что там? Менде болғанда, братан, мен бұрыннан келатқан үйіме бере саласыз ба? Сен үйтіп маған махинат жасама, мен үйін татуған келіп тұрма, қазір соттатып жіберем. Братан,
Мәш мына үйде мына үйің братан бірақ машинаңыз мощныйға базар жоқ ше. Өтірік көтке кіре бермесін. Болды бауырым, давай болсын. Бос болғанда братан, конкретно айтам, бұл менің үйім. Достар, айтыңдаршы, бұл менің үйім ғой, Бұл үйді базар братан, сатам бұл үйді. Чотам. Қаншаға сатасың? 5 миллион ал. Мен өз үйімді өз-өзіме сатқым келіп тұр ма? Сен сата алмайсың үйді. Достар, не істеймін болады? Братан, күш. Документ табылса табылды ше. Табылмаса тартып аламын, таныстар жетеді мені, түсіндіңіз ба? Білген болғын сіз. Көреміз, әлі алдыма келесің, полиция. Менің үйін достар тартып алғысы келіп жатыр мыналар. Бұл үй негізі бұл ауыл. Бұрын менің кезімде достар, менің жителерім тұратын кезде достар, мына ауылда там грядканы өзім тазалайтынмын, ауыл тап-таза еді да. Қазір аналар көшіп келді, бәріне пофиг қарайды. Ема достар, менің ауылым, конкретно бұл менің ауылыма саналады. Сондықтан достар, бұл ауылға қорғау мен де міндетім деп ойлаймын достар. Сондықтан мен қазір өзімнің екінші ауылыма барып документтерді іздеу керек. Жителдер, мен бос емеспін, күте тұрыңдаршы, менде срочно дело болып жатыр. Достар, маған қазір барып документті іздеу керек, компьютеріне ма бір бәле қылып, ана үйдің документін маған срочно табу керек. Әйтпесе достар, ана үйден айырылсам ше достар. Мен әбден бауыр басып қалдым ол үйге. Жителдер, мен кассирға кіріп кеттім. Не болды, Ренат? Жителдер маған көмектен керек. Қазір ше такси шақырам, бәріміз сол таксимен барып, ана ауылдың жителдері, кеше ғана көшіп келген жителдер мені басына атыр, прикиньте. Да, ол біздің ауыл конкретно ол кеше ғана. Давай ол ауылға қайта көшіп бара салайықшы. Көшіп барғанда бармаймыз ояққа. Негізі ана ауыл жителердің барлығын қуып жіберіп, өзіміз екі ауылда да жүретіндей қылайық та. Еще жақын ғой негізі екі ауылдың арасы. Ары бері жүре береміз да, сатушы. Екі ауылда біздікі болады да. Давай болмаса сөйтейік. Ешкім үйлерін сатып жүрген жоқ қой, Жоқ, ешкім үйін сатқан жоқ. Бәрі біздің үй. Аналар келіп алған бірақ. Ана үйдің менде документі болмай тұр. Маған өшім өтірік документ істеп ба болсын, ана үйімді сақтап қалу керек. Сен қуасың ба? Баяғыдан бері документ істеп болмайсың ба? Қуасың ба, бұл Майнкрафт қойшы, саған шын өмір емес қой. Просто қаяқты мен үй тартып алдым, ойлаған жоқ қой. Ана үйші полиция документ істеп алған, прикинь. Маған сол бұрыннан бері бұрыннан бар сияқты документ істеп жүріп тұр өшім. Фигня, кірді, листтан бір документ аласың. Болмаса сөйтінші, так, бір бәлі, қаяқтың тапсам болды ондай, модтың ішінде, ондай да жоқ қой. Так, достар, маған срочно тауып ал көріп тұр, айтпесе, ана үйден айырылсам, мен бітті. Мына үйден де болып тұршы, ол просто мен айырылғым келмейді ол үйден, түсінесіңдер ма, достар? Айтпесе, маған бәрібір ғой. Так, книга. Так, в общем, книга и перо. Все, книга, пероны алдым. Не деп жазам? Жазсай. В общем, қай жылдан бері тұратынды жаз, и договор жазса, болды. Сөйтінші, так, достар, мен мына үйден 2018-ден бері тұрып жатырмын дейін. 2018, так, тоқта, 26-06-2018 дей салайын. И аты жөнім, так, Ренат Кизет, Кузница, так, егесі деп па, осылай жазылайын достар. Вот, мына алдым, все, жеги. Давай қазір такси шақырам, ана олға атынайшы, айтпесе, жектер, анау мен үйім тартып от. Вот, Ренат, сен үшін түрсей жытылғанша. Вот, жіктер. Кеш батып баратыр. Маған тез такси индрайвер не қылды? Так, 2 минутта келеді дейма, все, ана таксимен бару керек. Братан, мен бүкіл документ имею, түсіндің бә? Сөйтіп мен өтір документ қинама, жителдер, мына біздің ауыл, біз просто кетіп қалғанымыз болмаса, бүкіл документ бар на үйлердің. Сөйлей алмай алдым ғой. Жителдер, сен несіңдер? Кетіңдер бар, бұл біздің ауыл. Жителдер, атморозықтарым, қанеке сөйлеп тсаңдаршы? Сендер қуасындар ма, біздің ауылда құрымдар бар. Сендер кім шақырып алды яға башшы? Біздің бір-екі күн жоқымызды пайдаланып, сендер біздің ауылға баса өктен бірдер ма не? Конкретно раз-на-раз келдеші, любойды айраң ба зіреш? Мынау, атморозық не? Бұлар атморозық, КМС бар бұлардың, конкретно, мен документ тексересің ба, тексер, мен басымда ауырып ба, түсінің бә? Мен үйім бұл, түсінің бә? Мына документтер рас екен, ё-майо. Әкел документті. Сендерге жақсы сөйлесең жақпайды ау дейме? Құрыңдар, мен ауылдың, түсіндер ма? Сен полиция болсын ба, басқасы болсын, маған бәрібір, менің үйімді басы өкте, менің ауылыма басы өкте кіргендер үшін өзімді заңға тартып, мен сен өлтіріп тастаймын, түсіндің ба? Болды.
жеделдер жиналыңдар, қайтамыз. Құрыңдар, тез-тез, жеделдер, қуана беріңдер, ауыл наш. Сибаса көрші жақтан, ё-моё, есік теу... Үйім. Мына үйді ешкім көрмеймін. Жауып тыңшы, құрыңдар, үйіме кірмеңдер вообще болды бүгіннен бастап. Ема, достар, сендер жеделдер сөйлесе отырыңдар. Ема, достар, үйімді қайтарып алғансың ғой, прикиньте, ема. Дұрыс болды, Так, достар, бүгін видеоны сол лайктарыңды басып алуды unutпаңдар. Давайте.